Сәлем, биолог, сен человек биологпен біргесің. Біз бүгін 9 сынып 29 параграф дезоксирибонуклеин қышқыл молекуласының құрылысының принципі тақырыбындағы ақпараттармен танысатын боламыз. Бізде мономер, полимер, биополимер, оның айырмашылығы не дейді бұлардың? Мономер деген моно деген сөзді шықты. Моно деген жалғыз деген мағына береді. Поли деген ол поли, көп деген мағына береді. Ал био деген тірі деген мағына береді. Енді осыны түсіне көрейік жеке-жеке. Мономер, мысалы, моншақ. Моншақ ол мынандай моншақ туралы айтады мен, яғни бір ұзын моншақ, мысалы. Бұл бізде полимер болып есептеледі. Әрбір моншағы бөлігі бізде мономер болады. Сонда полимерлер мономерлерден құралады деп айта аламыз. Ал енді тірі ағзаларда көп молекулалар полимер түрінде болады. Мысалы, сіздер білетін көмірсулар, нәруыздар, олар полимер. Бірақ олар тірі ағза жасушасында кездесетін болғандықтан оларды биополимерлер деп атайды. Мысалы үшін қоршаған ортада кездесетін полимерлер де бар. Мысалы пакет, полиэтилен пакет. Оны биополимерге жатсамаймыз, себебі ол тірі ағза денесінде кездеспейді. Немесе тірі ағза денесінде түзіледі деп айтсақ та болады биополимерлерді. Мына айырмашылығы сол. Енді бұл терминдер неге не қатысы бар деген сұрақ болып жатыр. Ол бізде нуклеин қышқылдары деп аталатын бізде нелер бар ағзамызда? Биополимерлер бар. Биополимерлер бар. Яғни олар полимер былайша айтқанда, демек олар нелерден тұрады? Мономерлерден тұрады оларда. Олардың мономері не деген сияқты ғой. Енді жалпы нуклеин қышқылының біз түрлерін алдағы слайдта танысатын боламыз, бірақ нуклеин қышқылдары біз қазір білетін нәрсе, біліп тұрған нәрсе не ол? Ол полимер. Демек, ол да көптеген мономерлерден тұрады. Мысалы, нуклеин қышқылы полимер, мына қараңыздар. Яғни ол бірдей мономерлерден тұрады. Мына жерде неше мономер көріп тұрмыз? 1, 2, 3, 4. Яғни 4 мономер көріп тұрмыз. Яғни ол тек 4 емес, 10, 20, 100, 100 мың, миллион мономерден тұруы мүмкін. Және нуклеин қышқылы деп аталатын сонда бізде биополимер, оның мономері мына бөлігі, яғни бұл бізде нуклеотид деп аталады екен. Нуклеотид. Енді нуклеотид пен нуклеин қышқылының екеуінің аттарында нуклеин деген сөз бар, нуклеин деген нуклеус деген сөзден шыққан, ядро деген мағына береді. Аты ұқсау себебі нуклеин қышқылы ол полимер, биополимер, ал нуклеотид оның мономері болып есептеледі. Енді біз ары қарай сол мономер не, нуклеин қышқылының қандай түрлері бар, соған қарастырамыз. Келесі нуклеотид қандай үш бөліктен тұрады дейді. Яғни кез келген нуклеотид қарап тұрсаңыздар, ол үш бөліктен тұрады екен. Бірінші бөлік, екінші, үшінші бөлік. Бұл бір нуклеотид осында үш бөліктен тұрады екен. Және үш бөлігінің аттары бар. Яғни әрбір нуклеотид бізде қандай бөліктерден тұрады. Ол біріншісін біз фосфор қышқылының қалдығы деп атаймыз. Екіншісін біз бес көміртекті қант деп атаймыз. Ал үшіншісін біз азоттың негізі деп атаймыз. Яғни кез келген нуклеотид осындай үш құрам бөліктерден тұрады екен, және үшеуі бірімен байланысты тұрады екен. Ары қарай. Енді азот негіздер деп неге аталады анда? Азот негіз деген ол бізде жаңа айтып кеттік. Бұл нуклеотидтің бір бөлігін біз не деп атадық? Азот негіз деп атайды. Енді бұл жерде азот деген сөз бар. Азот деген элемент атом, тікелей қатысы бар. Енді мен оны түсінікті болсын, мен мынаны сіздерге көрсетейін. Мына жерде қарап тұрсаңыздар, азот негіздердің неше түрі бар деген кейінгі сұрақ бар. Мына жерде бізде неше түрі бар. Және неге екі топқа жіктелінеді дейді. Яғни екі топқа жіктелінеді уже айтылып тұр. Бұл жерде қарап тұрсақ, неше түрі бар екен? 1, 2, 3, 4, 5 түрі бар екен. Және осыларға қарап тұрсақ, бұлардың барлығы азот негіздері болып есептеледі. Және бұл нуклеотидтерде, демек, нуклеотидтің осында 5 түрі бар деп айтсақ та болады, осы азот негізіне байланысты да. Яғни олардың аттары бар: тимин, цитозин, урацил, аденин және гуанин деген. Енді оларды азот негіздер деп аталу себебі, қарап тұратын болсақ, жаңа азот деген не болады? Молекулалық құрамында не болады екен? Атомдар болады екен. Сондықтан азотты негіздер деген ат содан шыққан. Бірақ тек қана азот элементі емес, сонымен қатар көміртек элементі болады екен. Барлығына қарайтын болсақ, көміртек элементі бар. Көміртек, азот және сутек элементтер. Барлығында сутек және оттек элементтер. Көресіздер ме? Осындай элементтерден құралады екен. Бірақ негізгі элемент ретінде азот қарастырғандықтан азотты негіздер деген ат берілген. Көресіздер ме? Енді азот негіздер неше түрі бар деген өзі айтып қойдық. Ол 5 түрі бар жалпы. Аттарын айтып шықтық. Бірақ аттарын толық жазған кезде кейде қысқартып біз тиминді Т деп жазады, цитозинді Ц деп, урацилді У, гуанинді Г,
аденинді а деп жазады қысқарту түрде. Алдағы уақытта біз тек қана осы әріптерді ғана қолданамыз. Және оларды екі топқа бөледі екен. Бөлу себебі мына көрініп тұр. Мына үшеуі бізде бір топқа жатады. Яғни тимин, цитадин, урацил. Неге? Қарап тұрсақ құрылысында ерекшелігі бар. Ал мына екеуі аденин мен гуанин екеуі бір топқа жатады екен. Құрылысын байқап тұрсақ, мына тимин, цитадин, урацил олар молекулалар бір сақиналы болып келеді. Оларды бізде не деп атайды? Пиримидиндер деп атайды. Пиримидин азот негіздер деп атайды. Ал сақинасы екі сақиналы болып келетін болса, 6 немесе 7 көміртектен тұрады. Ол біз пуриндер деп атаймыз. Мына пиримидиндер, мына пуриндер. Енді аттарын жаттаған кезде тимин, цитазин, ТЦУ ол пиримидин. Яғни аты ұзын, бірақ бір сақиналы қысқа. Ал АГ ол пурин болып келеді, және екі сақиналы болады, бірақ пурин деген аты кішкентай. Қарама қарсы келеді деп айтуға болады. Так, азот негіздерінің неше түрі бар? Олар не үшін азот негіздер деп аталады, және неге екі топқа бөлінеді, және аттары қандай? Қандай екі топқа бөлінетінін түсіндірдік. Енді келесі, неге пентоза деп аталады дейді. Пентоза деген сөзде пента деген сөз бар. Пенто. Пенто деген сөз ол 5 деген мағынаны білдіреді негізі. 5. 3 деген 3 деген мағынаны білдіреді. Ол пентоза деген нәрсе ол бізде не туралы айтып отыр? 5 көміртекті қант туралы айтып отыр. 5 деген сөз бар мына жерде, иә. Яғни 5 көміртекті қант ол нуклеотидтің қай бөлігі? Мына бөлігін біз 5 көміртекті қант деп атаймыз. Екінші атауы оның пентоза. Пентоза деп аталу себебі бұл жерде 5 көміртек атом кездеседі деген сөз. 5 көміртек атом. Сондықтан пентоза деп аталады. Енді пентозаның екі түрі болады. Бізде рибоза, дезоксирибоза деген екі түрі бар. Енді рибозаның РНК-ға дезоксирибозаның ДНК-ға не байланысы бар дейді. Яғни РНК және ДНК деген бұл екеуі амин қышқылының екі түрі болып есептеледі, яғни полимердің. Олардың молекулалық құрылыс ерекшелігіне байланысты пентоза, яғни 5 көміртекті қанты нуклеотид құрайтын мына бөлігі екі түрлі болады екен. Яғни рибоза деген сөз, РНК дегенде р бар ғой, сол рибоза деген сөзден шыққан. ДНК деген сөзде д деген сөз, дезоксирибоза деген сөзден шыққан, ол осы 5 көміртектің атынан басталады екен. Енді екеуі молекуласын салыстырып көретін болсақ, бір ғана айырмашылығы бар. Мына жерінде оттегі жетіспейді. Сондықтан дезокси деген сөз содан шыққан. Дезокси оттегі жетіспейді деген мағынаны білдіреді. Яғни ДНК-да кездесетін 5 көміртекті қант, яғни пентозаның түрі. Так, қандай қышқыл дейді. Неге қышқыл қалдығы деп аталады? Енді мына жерде қарасаңыздар, дезоксирибонуклеин қышқылы деген сөз бар, иә. Осы қышқыл деген сөз не үшін берілген? Ол осы нуклеотидтің мына бөлігіне байланысты. Бұл бөлігін біз қалай атайтын едік? Біз оны фосфор қышқыл қалдығы деп атаймыз ол бөлікті. Және ол фосфор қышқылының қалдығынан құралады. Не үшін қалдық? Себебі мына жерде негізі бір сутегі атомы не істемейді, жетіспейді. Сондықтан қалдық деген сияқты мағынада айтылған. Неге қышқыл қалдығы деген сөз содан шыққан. Яғни осы нуклеотидке қышқыл қасиет беретін бөлік болып есептеледі, және ол фосфор қышқылы болып есептеледі. Келесі, ДНК мен РНК-ның ұқсастықтары. Енді мына жерде екі сызбаны көріп тұрсыздар. Екі тізбе көріп тұрсыздар. Қайсы ДНК, қайсы РНК, яғни бір немесе екі деп көрсетіп қояйын. Бірінші молекула, екінші молекула. Қайсы ДНК, қайсы РНК екенін біліп алайық бірінші. Бірінші тұрған бізде ол рибонуклеин қышқылы, яғни РНК бұл. Ал екінші тұрған бізде ол дезоксирибонуклеин қышқылы, ДНК. Яғни дезоксирибонуклеин қышқылы, оны біз қысқаша айтқанда ДНК деп айтамыз. Ал рибонуклеин қышқылын біз РНК деп атаймыз. Енді мынау рибонуклеин қышқылы деген сөз рибоза деген 5 көміртекті қантқа байланысты, ал дезоксирибоза деп аталатын 5 көміртекті қантқа байланысты атын айттық, иә. Енді бізде ұқсастықтарын тауып шығайық. Ұқсастығын қараңыздар. Мына бізде екеуі де биополимер, иә, биополимер. Және екеуі де мономерлерден тұрады, және екеуінің мономерлері, яғни азот негіздері ұқсас жерлер бар екен. Міне цитазинмен екеуінде де цитазин кездеседі, құрауға қатысады цитазин. Екеуінде де гуанин азот негізі қатысады, екеуінде де аденин қатысады. Бұл ұқсастықтары. Ал айырмашылықтары олардың РНК-да урацил болады екен. Ешқашан тимин болмайды, урацил болады. Ал дезоксирибонуклеин қышқылында тек қана тимин болады. Урацил ешқашан болмайды. Сонда ДНК-ны құрауға 4 нуклеотид, РНК-ны құрауға 4 нуклеотид қатысады, бірақ бір нуклеотидтер бойынша айырмашылық бар екен. Бұл енді нуклеотидтер бойынша ғана айырмашылығын қазір тоқталдық. Так, келесі сұрақ, ДНК пішіні қандай дейді? ДНК-ның пішіні Уотсон мен Крик анықтағандай ол спираль тәрізді, бүйтіп оралма тәрізді болады. Шиыршық дейміз басқаша. Оңға қарай былай оралады екен. Көрдіңіз бе? Неге оралады? Себебі ол жердегі атомдар мен молекулалардың орналасуына байланысты екен.
енді молекулалар қалай орналасқан. Енді осы сызықты біз жазып көрсек кезде былай көрінеді, міне былай көрінеді. Мынау бізде бір тізбек, мынау бір тізбек, мысалы үшін мынау оң тізбегі десек, мына жақта тұрған. Ал мынау екіншісі, екінші тізбек яғни. Мынау бізде екінші тізбек, көріп тұрсыздар ма? Ол мына тізбегі дейік. Жерде осы екі тізбектен құралады екен, міне көріп тұрмыз. Енді бұл жерде атомдар қалай орналасады енді? Соған мән берейік. Молекулалар. Екі тізбектің екі шетінде 5 көміртекті қант және фосфат тобы. 5 көміртекті қант және фосфат тобы. Осылай 5 көміртекті қант пен фосфат тобы бір сыртқы жағында екі шетінде орналасады екен, міне көріп тұрсыздар, иә? Ал ортасында бізде нелер орналасады екен? Азот негіздер, яғни цитозин, гуанин, тиминдер орналасады екен, және олар өзара байланысып екі тізбектің бір-біріне ұстап тұруын қамтамасыз етеді екен. Ал бір тізбектің пайда болуы ол 5 көміртекті қант пен фосфор қышқылының қалдығы, яғни фосфат тобының байланысуынан түзіледі екен. Енді осы жерде неге көпірше деп атайды деген сұрақ бар. Көпірше деген ол мынадан шыққан, міне көрсетейін қазір. Көпірше. Яғни демек бізде қазір. Демек бізде тізбектің екі шетін қант деген пентоза, иә? Дезоксирибоза. 5 көміртекті қант және фосфат тобы жаңа көрсеттім, иә? Осы екеуі бір-бірімен бүйтіп байланысып, көріп тұрсыздар ма? Қант фосфатты арқау түзеді екен. Осыны біз қант фосфатты арқау деп атаймыз. Немесе оның екінші атауы бар, қант фосфатты көпірше деп атайды. Көпірше деген сөз көпір сияқты бір-бірімен жалғанып кеткендіктен. Және осы жердегі осы фосфат тобы мен қанттың арасында, яғни бұл жерде фосфор мен ненің арасында, көміртектің арасында жүреді. Соны біз ковалентті байланыс деп атаймыз. Ковалентті байланыс. Немесе оны ғылыми тілде фосфодиэфирлі байланыс деп атайды. Ковалентті байланыс деп жатқанымыз себебі екі түрлі атом, иә? Екі түрлі атомдардың арасында ол ковалентті полюсте болады, дұрыс па? Себебі екеуінің күші екі түрлі болғандықтан. Ал енді фосфодиэфирлі байланыс дегенде фосфо деген сөз фосфат тобы қосылғандықтан, иә? Және ди деген сөз ол бір фосфат тобы екі жағынан екі қантпен байланысады. Және бұл эфирлі байланыс деген содан шыққан. Яғни фосфат эфирлі байланыс, ковалент полюсті байланыс арқылы қант пен фосфат бірімен байланысып тізбекті түзуге қатысады екен. Оны көпірше арқау деп атайды екенбіз. Так, комплементарлық ереже дегеніміз не дейді? Енді комплементарлық ереже дегеніміз ол мынандай. Яғни бір тізбектегі тимин болатын болса, азот негіз. Екінші тізбекте міндетті түрде не болады екен? Аденин болады. Ал аденин болса, тимин болады қарама-қарсында. Бір несі қалып кетті. Ал гуанин болса, қарама-қарсында цитозин болады, немесе цитозин болса, гуанин болады. Ол деген сөз үнемі гуаниннің қарамасында цитозин байланысады, цитозиннің қарамасында гуанин. Тиминнің қарамасында аденин, адениннің қарамасында тимин деген сөз. Осыны біз комплементарлық ереже немесе комплементарлық принцип деп атаймыз. Бұл қатып қалған нәрсе. Неге аденин гуанинмен немесе цитозин байланысамайды? Себебі ол жердегі байланысқа байланысты. Ол жерде бізде сутектік байланыс деген болады. Аденин мен тиминнің арасында екі сутектік, міне көріп тұрсыз, екі сызық болып тұр, сызық. Ал цитозин мен гуаниннің арасында үш сутектік. Сондықтан ешқашан гуанин мен аденин не істей алмайды, байланыса алмайды. Себебі үш сутектік пен екі сутектік сәйкес келмейді. Көрдіңдер ғой? Міне себебі осында. Так, келесі, егер ДНХ-ның бір тізбегі белгілі болса, екінші тізбегін табуға болады ма дейді. Әрине болады. Ол неге байланысты? Комплементарлық принцип ережесіне негізделеді. Яғни комплемент принцип ережесіне негізделсек, тимин қарамасында аденин, аденин қарамасында тимин, гуанин қарамасында цитозин, цитозин қарамасында гуанин болады. Енді соған сәйкес мына жерде бізде ДНХ-ның бір тізбегі беріліп тұр екен, міне біз мына жерде екінші тізбегін табайық. Екінші тізбек қандай болады мына жақта? Демек аденин қарамасында тимин болады, аденин қарамасында тимин, тимин қарамасында аденин, гуанин қарамасында цитозин, цитозин қарамасында гуанин, гуанин, тимин, аденин, аденин, гуанин, цитозин және цитозин. Міне екінші тізбегін осылай комплементар принцип негізінде оңай таба аламыз. Енді тізбектегі нуклеотидтердің пайыздық қатынасын есептеуге бола ма дейді. Әрине болады, ол стандарт нәрсе. Яғни бұл ДНХ-ның бір белгілі бөлігі алынып тұр, иә, толық емес. Мысалы үшін адениндер, мысалы үшін жалпы ДНХ-ның сол бөлігінде 20% алатын болса, иә, демек оған комплемент принципінде бізде тиминде 20% алады. Демек 20%-ға 20% қосатын болсақ, екеуі 40% болады. Жалпы 100%-дан біз не істейміз? 40% алып тастаймыз. Сонда бізде 60% қалады. 60%-ды біз екіге бөлеміз. Неге? Себебі ары қарай бізде гуанин мен цитозин табуымыз керекпіз. Сонда 30%-дан болады. Демек гуанин 30%, ал цитозин де 30% деген сөз. Міне осылай пайыздық несін қатынастарын есептеуге болады екен. Енді есептерді басқа есепте шығарып машықтануға болады.
келесі сұрақ, бір жасушадағы ДНК ұзындығын есептеуге болады ма дейді. Әрине болады. Оны қалай есептейміз енді? Ол мынандай, яғни мына айттық, ДНК-ның мынандай шиыршық тәрізді дедік, және оның диаметрі бізде 2 нанометр болады екен. Есіміз шығады, 2 нанометр диаметр. Мындай диаметр деген білесіздер ғой. Ал енді бір нуклеотид пен екінші нуклеотидтің ара қашықтығы бізде 0,34 нанометр болады екен. Демек біз қанша нуклеотид бар болса, соның ара қашықтығын көбейтіп жіберетін болсақ, сонда ұзындығын таба аламыз. Мысалы қараңыздар, мына жерден бастап шиыршық бүйтіп мына жерде бір оралыммен аяқталатын жерде, бір оралым. Бір оралым деген сөз ол бір қадам деген сөз. Шиыршық қадам деп атайды. Яғни бір қадамда 10 жұп нуклеотид қалады. 10 жұп деген ол 20 деген сөз. Неге 10 жұп деп атадым? Себебі бір тізбекте 10, екінші тізбекте 10, екеуі бір-біріне қарамас. Сонда 20 нуклеотид қатысады деген. Енді демек бір тізбектің өзінде 10 қатысатын болса, 10-ды біз 10-ды көбейтеміз 0,34-ке болатын болса, қанша болады? 3,4 нанометр. Міне 3,4 нанометр деген содан шыққан. Енді сонымен дейді, бізде бір адам алып қарайтын болсақ, бізде бір жасушамызда 46 хромосомамыз бар. Соның гаплоидты, яғни 23-ін есептейтін болсақ, бір 23 барлық хромосомалардағы ДНК түзуге қатысатын нуклеотидтердің саны 2 миллиард 900 миллион нуклеотид қатысады екен. Енді осыны біз 0,34 нанометр көбейтетін болсақ, бір не келеді? Сантиметр. 1 сантиметр ұзындыққа келеді екен. Яғни ол деген сөз 1 сантиметр. 1 сантиметр деген ол біздің жасушамыздың өзі нанометрге тең, Мысалы үшін, орта есеппен бізде қанша 100 нанометр дейік. Сол 100 нанометрлікке 1 сантиметр ДНК қалай сиып кетеді ол? 1 сантиметрдің өзі, біз егер оны біз нанометрге айналдыратын болсақ, 1 сантиметрдің өзін 10 мына жаққа 7,0 қосуымыз керекпіз. 7,0. Неше 0 болды қазір? 6, 7,0. Міне осындай ұзындықта болады. Яғни оның қалай сиып кетеді деген сұрақ болады. Осынша ұзын ДНК молекула өзіне кішкентай жасушаға қалай сияды? Оны сиюдің ерекшелігі бар. Қалай сияды? Ол себебі жинақталады. Хромосома оралады. Яғни тығыздалып оралады. Міне мына жерден көруге болады. Бұл жерден көруден бұрын біз хромосома деген неге білу керек? Хромосом бізде X пішіндес тұқым қуалайтын генетикалық құрылым болып есептеледі. Ядроның ішінде болады, эукариоттарда. Оны нуклеопротеидтер деп атайды дейді. Енді қараңыздар, жаңа айттық, сиып кету себебі ол оралу, тығыз оралуына байланысты. Және ДНК молекуласы ол өзіне өзі орала бермейді екен. Десеген мынандай гистон деп аталады, нәруыздарға оралады екен, мынандай шарик сияқты. Сөйтіп тығыздалып, ол кішірейеді. Соның арқасында ол несі алады, сиып кетеді. Енді хромосоманы біз протеидтер деп атаймыз. Нуклео деген нуклеин қышқылынан тұратын болғандықтан, нуклеин қышқыл ДНК-дан тұратын болды. Протеид деген ол протеин деген сөзден шыққан. Протеин ол нәруыз. Нәруыз деген қазақшасы нәруыз. Демек, хромосом ол таза ДНК емес, нәруіз және нуклеин қышқылының екеуінен қосылған деген сөзді білдіреді. Так, сонымен осы тақырып аяқталды. Жақсы, келесі бөлімде жолыққанша.